Пойыздағы кездесу. Сағат тілі таңғы 9-дан аса бергенде. Халат аламыз, нәски аламыз, көйлектер бар деп, купенің есігін рұқсатсыз аша салатын саудагерлердің зарлаған даусынан оянып кетті. Қарама-қарсыдағы орында орыс әйел таңғы шайын ішіп, асылған жұмыртқаны баппен жеп отыр екен. Көршісінің оянғанын көріп бұған басын изеді. Төбеде бір жас қыз ұйықтап жатыр екен. Бұның төбесі бос тұр. Ұйқыдан ояна сала тамақ жейтін Кәріпжан таңғы асын асықпай ішермін деп купеден шығып, айналаға қарады. Қыбырлап жүрген егістік басындағылар көрді. Кей жерлерде мал жайылып жүр. Даладағы ауа райы ыстық сияқты көрінді. Бұл уақытта жолаушылар пойызы Қызылорда қаласына жақындаған. Қызылорданың жазы ерекше ғой, әсіресе шілде айындағы аптақ ыстық. Анау-мынау жүрегі әлсіздерді біраз қинайтыны бар. Сағат 10-нан өте пойыздың жүрісі бәсеңдеп қалаға кірді. Кәріпжан да темекісін ала, бала кезінде Нью-Йоркте көретін Қызылорданың вокзалына түсіп, ауа жұтып алуға бекінді. Аптап ыстық басталмаса да, ондардың шамасындағы төбеден түскен күн жалаңбас адамның шекесін тесіп жіберердей. Артынып-тартынып вагонға ентелеген халық бұлардың түсуін күтіп тұр. Соған қарағанда Алматыға баратын жұрт баршылық сияқты көрінді. Вокзалдың бұрыш жағында орналасқан отырғышқа келіп темекісін тұтатты. Адамдардың бірі пойызға отыруға жан таласса, енді біреулері балық аламыз, помидор, огурцы, картошка алыңыздар деп зыр жүгіріп вагон жағалауда. Ызы шу, қайнаған өмірді көріп темекісін құшарлана сорып Кәріпжан іштей. Адамдар, қайда асығасыңдар? Ештеңеге асықпаңдар. Әсіресе жас күндерде пойыздың жолынан жаңылсыңдар. Өмір жолдарыңда жаңылыспаңдар деді. Қызылорда қаласында тұратын бір туысы, не кластасы жоқ болғасын Кәріпжанда мұнда ешкім қол бұлғап, сағына күткен жоқ. Болған күнде де тумасынан кісі киік боп біреуге жақындау қиындау ол. Мені күтіп алыңдар, келе жатырмын деп ешкімді мазаламайтын еді. Кісі киік демекші Кәріпжанның бойындағы көп адамға ұнамайтын қасиет осы. Бала күнде де ер жеткен соңда әкесі үнем оған: сен жаныңа адам жуытпайтын жармығырсың ғой, өзіңнен қара ермегені де содан шығар. Кімге ұқсаған бәлесің өзі деп ашуланған кезде жекіп алатын. Әкесі солай баласын жерден алып, жерге салып жатқанда шешесі күйеуінен бата алмай, бір жағынан жалғызын қалай қорғаштарын білмей, үндемей ғана іштей тынып, өзін жегіде жеп отыратын еді. Бұлар отырған куфеге асығып үсігіп жасы 25-тер шамасындағы жас жігіт келді. Арқасына артқан шағын рюкзагын жоғарғы орынға қоя салған ол, кірген беттен Кәріпжанға қадала қарады, қол беріп амандасты. Сақалын сендеп қырған қара торы жігіт, жас болса да жанары бірінші көрінген адамды тесіп жіберердей сәл сұстылау көрінеді. Заттарын жайғастырған соң ол төменгі орынға Кәріпжанның рұқсатынсыз отыра қоймады. Отыра ғой інім, Алматыға барасың ба деді. Кәріпжан оған қарап, жанына орын беріп: иә, Алматыға барам. Оқуға қайтқаның ба, болмаса жұмыс бабымен бе деп Кәріпжан тағы өз сұрақ қойды. Кірген беттегі сұсы қайтты ма, әлде куфедегі жалғыз еркек тіл табыспаса жарылып кетермін деді ме? Жігіт те ыңғайланып алып: оқуды баяғыда бітіргем аға. Елге келіп біраз демалып жұмысқа қайтып жатырмын. Қызылордалықсың ғой? Иә, қызылордалықпын. Біраз үнсіздік орындады. Орыс әйел де тамағына тойып алып, бұлармен шаруасы жоқ, қонжиып алып ұйқының жоспарын орындауға кірісті. Оның төбесіндегі жас қыз Алматыға барып, сүргіндеп жұмыс жасайтын адамша пойызда ұйқысын қандырып, алайын дегендей тырп етпей жатыр. Бір жақ бетте екеуі өздерінше ой үстінде отырған үнсіздікті жас жігіт бұзды. Аға, сіз Кәріпжан Ұзақбаев емессіз бе? Иә. Жас жігіттің төтеннен қойған сұрағына Кәріпжан жалт қарады. Иә, оны қайдан білдің? Деді өзін танып тұрғанына, іші жылып тұрса да салқындылық танытып.
танымағанда. Сіздің әңгімелеріңізді университетте қазіргі қазақ әдебиеті деген пәннен оқыдық қой. Кейінгі жылдарда жазбай кеттіңіз бе? Деп жігіт тағы да төбесінен жай түсіргендей болды. Кәріпжан бұл сұраққа жауап берерде тосылып қалды. Миындағы небір ойлар тағы да арпалысқа түсіп, мына балаға не деп жауап берсем екен? Бұл менің шығармаларымды білетін бәле болып тұрау деп. Есімің кім інім? Журналшы емессің бе деді, сасқаннан аузына сөз түспей. Жәңгір, журналист емеспін, қарапайым ғына мұғаліммін, әдебиетшімін деді. Онда жағдайың белгілі, сұрақты орғытып, әкеліп, түйткілдан емес төтесінен қойғаныңа қарап, журналшы ма деп едім. Жәңгір жазушы ағасының бұл жауабына жымия салды. Тағы үнсіздік орнады. Қазір не жазып жатырсыз аға? Әдетте жазушылар ақындарға қарағанда ұзақ үзіліс жасап барып, бір күні жұрт елең ететін тың дүниелерді жарқ еткізеді ғой. Сізде ұзаққа созылған романдарыңызды жазып жатқан жоқсыз ба? Деп Жәңгір Кәріпжанды қыспаққа алғандай қайтадан ашық сұхбатқа шақырды. Кәріпжан 60-қа келсе де жанында отырған жас жігіттен өзінше сескеніп секемденетіндей де. Жайшылықта өзінің сырын, шығармашылық құпияларын ешкіммен бөліспейтін ол, көптен бері шығармаға қатысты көсілмегендіктен бұл баламен сөйлесіп көрейін. Бәлкім жастардың да пікірін тыңдағаным дұрыс шығар деп ойлап, не жазып жатсың дейсің бе? Жазып жатқандарым да жазып бітіп, жарыққа шықпай тұрғандарым да көп. Ұзақ үзіліс жасағаным да рас. Бірақ біздің жазғандарымыз бүгін шықпаса ертең шықпаса арғы күні шығар сөзсіз. Өзің прозаға қызығушы ма едің? Деп жігіттің сырын ашқысы келіп қарсы сұрақ қойып еді. Жігіт те сасқан жоқ. Тезегішін бассаң да тоқтамайтын көлік сияқты жазушымен сұхбаттасуға арнайлап дайындалып келгендей. Прозаға нақтылап қызыққаныма 5-6 жылдай болды. Университетте жүргенде жастық пен поэзия оқып қыздарға арналған жырларды жаттап, кейін дипломдық жұмысымның тақырыбында қазіргі қазақ поэзиясы өкілдерінің бірінің шығармалары бойынша қорғағанмын. Студенттік соңғы жылдары ғана прозаға деген қызығушылығым басылып, оның ішінде Роза Мұқанованың жинағын жастанып оқып, ары қарай қазіргі классиктердің шығармаларын оқыдым. Бірақ сіздің де бір жинағыңызды таппадым деп Жәңгір Кәріпжанға сұраулы жүзбен қарады. Кәріпжан үндемей барып не ойлағаны белгісіз. Классиктер, поэзия дейсің бе? Қазір ақын көп қой. Олардың бәрі дипломдық жұмысқа қарай ма екен? Деді ақындарға деген менсінбеушілігі бар адамдай мұрнын шүйіре. Жігіт тағы да тосылған жоқ. Ақын көп емес екен аға. Бұрынғы өткен ақындарының бәрінен дипломдық жұмыстар, біразын диссертациялық жұмыстарды қорғап келем. Содан қазіргі менмін деп жүрген ақындардың ішінен Құмар Балғазиев деген кісіні тауып алып, соның шығармаларын шыр айналдырып отырмын. Әйтеуір өйтіп бүйтіп жүріп, ғылымиларды қорғадық қой дегенде Кәріпжан үстінен біреу мұздай су емес, ыстық қайнаған су құйып жібергендей басын ішіне тыға, денесін қаушитып, темекі тартасың ба інім? Жүрші, кіреберіске барайық деп Жәңгірден бұрын тұрып, көпеден атып шықты. Жігіт оның не ойлаған сезген жоқ. Ойсыз ғана артынан еріп кіреберіске келді. Пойыздың тарсылдаған жүрісі біресе тынышталып, біресе үгітіле. Екі ұрпақтың өкілдері өз паровоздарын бірге бұрқырата бастады. Кәріпжан кіреберістің терезесінен сыртқа көз тастап ұзақ тұрды. Бір шама уақыт өткеннен кейін, Балғазиевтен қорғадым дейсің бе деді Жәңгірге. Таңданушылықтан гөрі ішінде бір еніш өкпесі бар адамдай тесіле қарап. Иә, сол кісінің поэзиясы бойынша қорғадым. Сіздердің бастықтарыңыз емес бе деп саңқ еткізгенде Кәріпжан жүрек тұсынан біреу келіп, өтпейтін пышақпен қинап тұрып, тілгілеп жібергендей жиырылып. Менің бастығым емес ол, ешкімге де бастық емес деді қабағын түйіңкіреп.
Жәңгір жазушылар одағындағы барлық ақын жазушылардың басшысы Балғазиев деп ойлайтын. Мына кісінің жауабын тыңдап бірдеңенің шикілеу екенін, Кәріпжан мен Балғазиевтің арасында шешілмеген түйін барын сезе қойды. Әрі қарай Кәріпжан өзі сұрақ қоймаса қыз балағысы келмеді. Екеуі тағы да үнсіз тұр. Жәңгір де үлкен адамды тастап өздігінше кете салуға бата алмады. Не болса да купеге бірге кірмекші болды. Мен таңғы асымды ішіп алайын, шәй ішейік, маған серік болсаңшы. Әңгімені тағы жалғастыра жатармыз деп жігіттің өзінің соңынан ере куфеге келді. Екі адамға арналған дастархан жайылып, Жәңгір жылдамдатып шайдың орнын жасап жіберді. Кәріпжан түнде Айжамалдың берген сүмпесін ақтарып, ішінен қазы қарта мен шайға арналған тәттілерін шығарып жатыр. Купенің есігін жауып алып, екі жігіт шайдың қамына кірісті. Тойдан келе жатсыз ба, аға? Жә бала, күнгі досым барып, ауыл жаққа соғып дегендей. Кәріпжан жігітке бірден ақтарылып, 35 жылдық тарихын лақ еткізді. Олай жасамайды, себебі бір көрген адамға сыр ақтармақ түгілі, онымен жуысып кетуінің өзі қиындау екені белгілі. Оның үстіне қатар емес, теңі емес жас балаға ішіндегісін айта қоймасы анық. Қазақтар тойдан қайтқанда ғана осылай туралған қазы қартаны салып алатыны бар ғой. Соған айтқаным ғой. Қазақтың үйінде, әсіресе біздің ауылда күнде той, қарағым. Айтпаңыз, себепсізден себепсіз қарапайым күнді тойға айналдыратын тек біз шығар деп Жәңгір өзінің тамақтарын шығарып дастархан үстіне қойды. Шайдың қызығы басталды. Екі құйғаннан ақ таусылыңқырап қалған ақ құманды алып Жәңгір қайта толтырып әкелді. Өзің қай елсің, Жәңгір? Әліммін, Қазалының тумасының. Мектепті Қызылордада бітіргесін. Ауылдан қайтарда қалаға бір соғып, кластастармен міндетті түрде көрісіп кететінім бар. Кәріпжанның қабағы көтеріліп таңданып. Бағанадан бері мен сені Қызылордалық екен, қаланың городской баласы деп отырсам, сөйтсем сен менің інім екенсің-ау. Әрине, ауылдың қара топырағынан жалаң аяқ кешіп, шаңын жұтып өскен қара домалағымын ғой деп күлді Жәңгір. Інім, болдың ғой. Әке шешең қайда? Әке шешем ауылда, Қазалыда. Өзім Алматыдамын. Ауыл жаққа 4 жылдай келмей, осы жазғы демалыста келіп тұрғаным. Кәріпжанның түрі тағы да бір түрлі өрт сөндіргендей боп кетті. 4 жыл дейсің бе, үйленгенсің бе әлде? Әлі үйленбедім аға. Жұмыстармен жүріп қалып келе алмадым. Биыл келмесем әке шешемде ренжіп, бауырларымда түрімді ұмытып, тіпті ренжісе көрмей кетер деп келгенмін ғой деп Жәңгір тағы күлді. Кәріпжан жігіттің сөздерін тыңдаған сайын біреу өткен шақтағы қотырларының бетін қыршып алғандай боп, ішіп отырған кесесіне қоя салды. Інім, егер сен үйленбеген болсаң, саған бірақ ақыл айтайын. Әке шешеңе жылына бір рет емес, қолың тисе айына бір рет келіп көрісіп кет. Амандығыңды білдіріп, өзіңнің де әке шешеңнің де мауқын басып тұр. Ұқтың ба? Иә аға. Биыл әке шешем де бауырымды да шын сағынғанымды білдім. Бәрін түсінем. Кейде жастықпен әке шешемізге, бауырымызға тух қойшы деп кінжіп қатты сөйлеп қалатынымыз бар. Сонда да олар сенен теріс айналмайды екен. Келсең құшағын аша, еміреніп, кетеріңде батасын беріп шығарып салады. Әке шешенің батасын алғаннан артық бұл өмірде сый жоқ екенін біліп жүрмін деп Жәңгір де салмақты күйге ене қалды. Кәріпжан жас жігіттің бұл айтып жатқандарын көзін жұмып отырып тыңдап, өзі де іштегі өкінішін қайта есіне түсіргендей, маңдайынан ағып бара жатқан терін бір сүртіп, сонда жасың нешеде деді. Жәңгірдің жасын өзінше шамалап отырса да, жасым 30-да, үйленгенім жоқ. Кейінгі кезде әке шешенің қадірі туралы көп ойланып жүрмін. Қашан үйленесің? Жасың болса келіп қалыпты. Әке шешеңе немере 8 дегендей. Үйленетін қыз болмай жатыр аға. Дардай Алматыдан қыз таппай жүрсің бе деп Кәріпжан езуін тарды. Жәңгір қызарақтап, ұрлық жасаған адамша ұялғандай болды. Дардай Алматыда қыз көп қой, бірақ шешеме өткенде бір ақыл айтқан.
Не деді? Не дегенде бір жолы шешеме өзіме ұнайтын қыз туралы айтқанмын. Ол Өскеменнің арғы жағында бір шалғайдау жердің қызы болатын. Әлде мен ғашық болатын қыздар кілең алыс жақтікі ме? Содан не керек шешеме Өскемен жаққа құдалыққа баруға қалай қарайсыңдар дегенмін. Сонда шешем мені бір-ақ ауыз сөзбен тоқтатты. Балам, келіншегіңді өзіміз жақтан іздесең қалай болады? Егер сен анау қиян шеттен қыз алып Алматыда жүретін болсаң, ол кезде мына біз жаққа келуіңді сирете бересің. 3-4 жыл емес, 7-8 жылдап келе алмай жүретін шығарсың. Өйткені жаз болса әйелің төркінім жаққа барайық деп жиналады. Сен артынан сүмеңдеп ересің де кетесің. Содан кейін қайын жұртыңнан келгенше жаз да бітеді. Ауылға келуге уақытың да мүмкіндігің де болмай қалады. Ал өзіміз жақтан мына Қызылорданың аумағынан келіншек алсаң, әйелің жаз басталғанда төркініне келем десе де келесің. Бірақ әйеліңнің төркіндеріне келіп тұрып, қайтар жолыңда бергі жақтағы бізге өзің үшін ұялғаннан-ақ менің әке-шешеме соғып кетейік деп келіп кетесің. Сол үшін қызды жақын жерден алғаның дұрыс болар. Онсыз да бойдақ кезіңде 2-3 жыл бір келетін адамсың. Әйел алғасын сені жоғалтып алармыз деді. Сол кезден кейін ойланып қалдым. Бұйыртса қызды өзіміз жақтан іздеп жүрген жайым бар деп Жәңгір Кәріпжанға бұған не дейсің дегендей қарады. Шешең дұрыс айтқан екен. Әке шешеңнің қадірін біліп жүрмін деп отырсың ғой. Дұрыс, ертерек білгенің жөн болған. Оларда қашанға дейін өмір сүреді дейсің. Жылдан жылға жасарып жатқан жоқ. Қартайып, күш-қуаттары азайып бара жатыр. Ата-анаңның батасын реті келсе, күнде алып тұр Жәңгіржан. Олардың берген батасы ешқашан кері қайтпайды, соны ұмытпа. Онсыз да әке-шешең күнде сенің тілеуіңді тілеп жүретін жандар. Иә аға, өздері де айтып отырады ғой, күнде жатарда ұйқыдан оянғанда сенің тілеуіңді тілеп оянып, сенің амандығыңды тілеп жатамыз деп. Көрдің бе? Ата-ана деген баласы қандай болса да жамандыққа қимайды. Шырылдап жанын беруге дайын тұрады. Ал енді келінді ауыл жақтан іздеп жүрмін дегеніңе де қосылам. Әр аймақтың адамдары бір-біріне өзара жақсы түсінеді екен. Соны түсіндім. Ол кезде қыз бен жігіттің де, құда мен құдағидың де өздерінің сөйлесуі, түсінуі, тілдері ортақ болады. Сондықтан да әке-шешеңнің тілін алғаның дұрыс. Оларға қарсы шықпа. Сосын оларға жиі келіп тұр. Барынша қолыңнан келгенше қызығыңды көрсет, қуаныш сыйла. Солай жасауға тырысып жатырмын аға. Кластас достарың көп пе? Мына жақта деп Кәріпжан Жәңгірдің сөзін аяғына жеткізбей, ішінде қалып кетердей жанталасып сұрағын қойып үлгерді. Шынымды айтсам бұрынғыдай емес. Бір ғана кластасыммен араласам. Қалғандары жан-жақта, кейбіреулері осында. Бірақ аралас құрыласатынымыз, қабарымыз үзілген. Неге? Кәріпжан қарсы алдындағы ұлды іштей өзіне ұқсатып барып сырын шамалап көрейін деді. Мектепке жүргенде өзі 4 жігіт қатар жүрдік. Екеуі Астанада, мен Алматыда, Қызылордада біреуі қалған. Астанадағылармен қатынас үзілмесе де сирей бастады. Елге келгенде сағынысып көрсетін бір досым ғана қалды. Класста қалған жігіттермен мектеп бітіре сала арамыз үзілген. Неге екенін білмедім. Кейде біздің әке-шешеміздің кластастары 60 жылдықтардың тойда арқа-жарқа боп кездесіп жатқанын көргенде қызығам. 60-қа келгенде біз қалай тұрар екенбіз? 3-4-еуміз сопиып тұрар ма екенбіз деп ойланам. Жәңгір кәдімгідей ойлы көздерімен күрсініп қоя берді. Кластастар, 60 жылдық той, жалғыз доспен ғана кездесем деген сөздер Кәріпжанның да жанды жеріне тигендей, қолын иегіне сүйреп, терезеге қарап бір нүктеге қадалды да ойланып кетті. Шайдың орны жиналып, 2 жігіт кіреберіске темекі тартуға шықты. Ол кезде жолаушылар пойызы киелі Түркістан өлкесіне жақындап қалған. Туған жеріне келіп біраз бой жазып, әке-шешесі мен бауырларының арасында арқасын кеңге салып Алматыға ерекше күш-қуат жинап қайтқан Жәңгір өзінше керует жазушысымен
өзінше керемет жазушымен сырласып боп келе жатқанына дән риза. Студент кезінде жазушылар одағындағы түрлі кездесулер мен мерейтойларға барып, мылжың әңгімелер мен мыжыма лекцияларды тыңдағысы келмей ұйықтап қайтатын. Ол кезде жастықтың буыма, мерейтой иелеріне арналған мақтау-мадақтау әңгімелер мен шапан жауып гүл шоқтарын ұсынулар Жәңгірдің аса қызығушылығын оята қоймаған. Бертін келе проза жанрына деген махаббаты оянып, 60-80 жылдардағы классиктерге қарағанда көзі тірі, қазіргі заманның жазушыларын оқуды қолға алғаны рас. Онда да өзінен бір курс төмен оқитын жерлес қызға Роза Мұқанова шығармаларының ерекшелігі, жанр, стиль, көркемдік деген тақырыпта дипломдық жұмысын жасап бергенде ғана оның шығармаларымен толық танысқан. Міне, содан бастап қазіргі қазақ жазушыларының шығармашылығын іздеп жүріп оқитын халге жеткен. Жәңгірдің кез келген қазіргі жазушыны Мұқановамен салыстыратыны да сол. Прозаға деген махаббатын күшейткен Роза болатын. Прозаға деген қызығушылығы артқаны соншалық, келе-келе Жәңгірде біртеңкелерді біреулердің тағдырынан бей-жай қарамай, шеймай шатпақтар жазып, болашақта жазушылыққа бет бұрсам деп талаптанып жүретін. Бүгінгі сапарында білдей бір жазушымен жол серік болып жүргені. Жәңгір бір жағынан қызық, бір жағынан жазушының өзімен бетпе-бет кездескендегі әңгіме қалай болар екен деген сұрағына жауап алу үшін таптырмас мүмкіндік болып тұр. Ал Кәріпжан болса орнында жатып, өзінің 35 жыл бұрынғы жастық шағын ойлап, ішкі күйік өкініштерінің орнын толтыра алмайтынын біліп, дер кезінде санасына тиіп, әке-шеше мен достың қадірін түсініп, дұрыс жағына ойланып тұрған мына балаға да тағы да қалай ақыл айтсам деген оймен келеді. Кәріпжан вагонның тер сасыған, қышқыл ауасынан шаршап Түркістан өлкесіне түсіп, кешкі салқын ауады бір жұтып алғысы келген. Қырсыққанда оңтүстіктің қапырығы әлі де басыла қоймапты. Оған қоса вокзал аумағының бәрі өзбек жігіттер, желпей пісіріп тұрған кәуаптың түтініне толып, қолқасы ауыратындары тұншықтырып жіберердей. Жәңгір де анандай жерге барып, біреумен телефон арқылы тілдесіп тұр. Бұның жанына жолай қоймады. Аз-маз түтін аралас ауаны жұтқан күйі Кәріпжан ішке кірді. Орыс апай мен оның төбесіндегі қыз ата-бабалар ана дүниеге ұйқыға кеткенде әлі тырп ете қоймаған. Кәріпжан өзінше іштей бұлардың барлығы бірдей бақытты емес қой. Ішінде бақытсыз боп адасып, тал қарманып жүргендері қаншама. Біреу ұрпағының қамымен жүр, біреу қарақан басының жырын күйттеп жүр. Мен кімнің қамы үшін жүрмін деп қоласып кетті. Бір қауыннан арқылап Жәңгір кірді. Қауын-жек аға, біздің ауылдың қауына жетпесе де, лаждап асқазанды алдауға болады деді. Жесек жек, асқазанды да алдайық, сосын бір шай ішіп алып, мен демалайын. Кешегі түнгі ұйқым дұрыс болмап еді. Ертең Алматыға жеткенде есеңгіреп жүрермін деп Кәріпжан жігітке серіктес болғысы келді. Оңтүстік диқаншылар еккен қауында желінді. Екі жігіт асқазанға түскен ауыртпалықтарын жеңілдетпек үшін кіре беріске шықты. Аға, сіз сонда қазір немен айналысып жүрсіз? Егер жазушылар одағында болмасаңыз, газет, журналда ма, бір жерде редактор ма, әлде университетте сабақ бересіз бе деп Жәңгір Алматыға жеткенше Кәріпжанның 24 сағаттық тергеушісі секілді әңгімені қайта бастады. Кәріпжан темекісін ұзақтау сорып, қазір еш жерде емеспін. Өзіме өзім қожамын, өзім беймін, ешкімге бағынбай, өз шығармашылығыммен айналысып жүрген адаммын. Сол сияқты ешкімге зияным жоқ, ешкімге қатысым жоқ адаммын. Кәріпжан осы сөздерді айтарын айтып алып, боғымен жасты балаға неменеге отчет беріп тұрмын. Бұл баланың не сиқыры бар соншама? Менің ішімдегіні пышақпен тіліп, қасықпен қырып, сыртқа шығарғысы келетіне қандай қасиет болды бұның? Келгеннен мені сөзге тартты, мен де бұған елпілдей қалдым деп іштей сезіктеніп тұрса да, бағанағы өткір көздерінің орнына нұр құйылып, жүзі жыли түскен жігітпен
бір жағынан өзі де сыр алғысы, тіпті ішіндегі 35 жылдық запыранды ақтарғысы-ақ келіп тұр. Десе де жігітпен ашылып сөйлесуге жол бойы уақыт жетпейтін сияқты көрінді. Сонда жазылып біткен романдарыңызды шығарасыз ба? Деп Жәңгір тағы тықылдай бастады. Жәңгірдің өзіне деген шын қызығушылығын сезді ме, бейне бір Кәріпжанның адамға жуаса қоймайтын жүрегін шымырлатып барып іштей елжіреп, інім, мен сені бір күні үйге шайға шақырайын. Шығармашылық жайлы да басқа да туралы сол кезде асықпай сөйлесерміз. Жарай ма? Деді Кәріпжан әлгіге дейін қарсы алдында тұрған баланың аузынан не дуасы барына сене алмаған күйі. Шынында да Кәріпжан өзінен 30 жас кіші жігіттің адам жанына терең үңіле алатын, тамырын баса сөйлейтін бір тылсым сезгіштігіне таң қалып тұр. Жайшылықта өз басындағы жағдайларды жан баласына тіс жарып айтпайтын, ол кездескенде 4-5 сағат қана болған Жәңгірге келгенде әлсіздеу, дәрменсіз адамдай кішірейте қалды. Олай жасуына да өзіндік себеп бар еді. Неше жыл бойы ішке сақтаған құпиялар мен жан айқайларын соңғы уақытта кімге айтарын білмей жүрген. Өзімен құралпы адамдар мұны тыңдаудан қалғалы қашан. Ауылдағы Мұратбай кластасына не деп айтады? Айтқанмен ол мұның жүрегінің түкпіріндегі 35 жылдық жарасының емін таба ала ма? Жоқ па? Белгісіз. Мына балаға айтқысы келгеннің мәнісін енді ұқты. Сөйтсе де бұл бала адам жанын түсіне алатынға ұқсайды екен. Достың үлкен кішісі болмайтын шығар деп жолда танысқан жас жігітке достарша үн қатып, достарша сырласуға бекініп үйіне қонаққа шақыруының сырын өзі енді ұққандай болды. Жазушылармен отырып шай ішіп көрмеппін аға. Алматыға барғанда шайға шақыратын болсаңыз міндетті түрде барам. Жәңгір төбесі көкке бір елі жетпегендей мәз болып тұр. Шақырамын. Шай да ішеміз, әңгіме де айтамыз. Біз тіпті дос болып кететін шығармыз дегенде Кәріпжан қалай айтып қойған тағы білмей қалды. Өзін асау, аттай сезінетін ол жас жігітті не бір асауға бас үйретіп, тілін таба білетін ат биеге теңеп қойды. Жүр, ішке кірейік. Кешкі шайдан бір ұрттап ұйқының қамына кірісейік. Екеуі купелеріне келді. Жас жігіт шайдың орнын жасап әзірге үнсіз отыр. Аға, миыңызды ашытып жібердім бе деп Жәңгір жымиып күліп жіберді. Есіне бірдеңке түскендей Кәріпжанға қарап, ми аши қойған жоқ. Қайбір ашмай жүрген ми дейсің. Жатам дегенше ашытып үлгерсең ашта ғой деп Кәріпжан да мүлдем басқа адамдаңша қалжыңдай жауап берді. Мұндайды қыртыс-қыртыс қабағы қатулау көрінетін жазушының қалжыңдай бастағанына Жәңгір де қуанғандай. Жазушы болу үшін не істеу керек? Сізге журналистер көп қоятын сұрақ шығар, иә. Кәріпжан тағы ойланып отыр. Кеседегі шайды баппен ішіп асықпай ғана терезеге қарап, жазушы болу үшін шынайы өмірді көру керек шығар бәлкім. Әйткенмен жазушы болу әркімнің қолынан келе бермейді. Оны да Құдай тағала бойыңа тартып бермесе, әншейін мен жазушы болғым келеді деп шатпақтағаннан дым шықпайды. Құдайдың берген дарын дұрыс қолдана алмасаң да дұрыс жазушы бола алмайсың. Мәселен, қаланың асфальт көшесінде балмұздақ жеп әке-шешесіне еркелеп өскен адам қарапайым ғана ауылдың өмірін сипаттағанмен шекілеу болады. Неге десеңіз, ол адам кішкентайында ауылдың ауасын, шаң-тозан, арам шөбінің қандай болатын, қой ешкі мен қозы-лақтың маңырағанын көріп, май топырақты кешіп, табаны жарылып, қара нан дегеннің дәмін сезінген жоқ. Оның бәрі кітаптан оқып алатын нәрсе емес, бойға сіңіріп барып жазатын дүниелер. Сондықтан кез келген адам жазушы бола салам, болғым келеді дегеннен аулақ болған жөн. Ал мықты жазушы болу үшін ше? Жәңгір жазушы шай ішіп алып ұйқыға кетіп қалар деді ме? Ішіндегісін қойып үлгергісі келіп асыққан үстіне асыға түсті. Мықты жазушы болу үшін дейсің бе?
Кәріпжан астыңғы ернін тістелеп, көзін сығырайтып барып. Ол үшін жазушы біраз адасу, шатасу керек шығар мүмкін. Бірақ жазушы біткеннің бәрі адасып шатаса берсе, есі дұрыс кім қалады дейсің? Бұл сұрағыңа Алматыға жеткесін кеңірек тоқталып, шәй үстінде жауап берермін деп жас жігітті іркіп қойды. Менде бірдеңелерді шимайлап жүргенмін. Бірақ сіздердің шығармаларыңызға қарап, жазғандарымды көпшілікке көрсетуге қысылатын сияқтымын, ұяламын. Түкке тұрғысыз нәрселерді жазып, атбалдай жазушылардан сөз естіп, сынның астында қалармын деп қорқамын. Неден қысыласың, кімнен ұяласың? Ешкім сенің басыңды кесіп алмайды ғой, солай ма? Значит, сенің де бойыңда бір қабілет бар деген сөз. Қабілетті дамыту керек. Құр босқа тасада қалып, тұншықпауың керек. Бастысы, жазуға бейімің болса, бір күн болмаса бір күні өзі-ақ тесіп шығады. Әйтпесе түн ішінде ұйықтап жатқаныңда басыңа не бір ойлар келіп, не дереу қағаз бетіне түсіріп үлгермесең булығып біреу буындырып жатқандай, жан қысқандай қысылуың мүмкін. Жәңгірдің көзі атыздай боп Кәріпжанның соңғы сөздерінің аузы ашыла тыңдады. Шынымен де аға, соңғы уақытта сондай боп жүрмін. Әсіресе түнде жазғым келеді. Жайшылықта ойымда жүреді де түнде соның бәрін құрастырғым келетіні бар. Көрдің бе? Сенде бірдеңке бар. Сен қателіктер бетіме басылып, ұнжырғам түседі деп қорықпа. Өзіңді өзің аяп, қорқа соқтап тығыла берсең, кейін уақытың өтіп ештеңеге қауқарың болмай қалуы мүмкін. Шабытың келіп тұрма, жаз. Бұрқыратып шимайлай бер. Артынан қате кеткен жерлерді болса түзетесің. Ешкім саған қой деп айтпайды. Адам деген бірден сауатты жазушы боп кетпейді. Жазуды жіберген қателіктерінен қорытынды шығарып, соны түзеп, қайтадан жарыққа шығару арқылы жазуға төселесің. Егер жазушылыққа бет бұрам десең, мына жаман ағаңның бір кеңесін бір жерге түртіп алғайсың. Кәкір-шүкір отбасы ошақ-қасы әңгімелерге әуес болма. Сәрсенбай қораға барды, қатынын қамшымен сабады. Мырқымбай қаладан келді, қатынын құшағымен көміп кетті. Деген сияқты күнделікті күйбең тіршілікті қозғаушы болма. Жазсаң оқып отырған адамның сәл де болса ой салатын адами құндылық дегеннің не екен ұғындыра алатын салмақты дүние жазып үйрен. Сенің жазған дүниеңді оқыған адам ойланып, өзінің ішінде ақтара алмай жүрген, қиналып жүрген нәрселерін оқып, кітап оқу арқылы шығарып тастаса, ол сенің жеңісің болмақ. Жеңілге әуес болма дегенім ғой. Жазсаң мардымды, тұшымды дүние жаз. Жеңіл желпіге әуес боп, қызылды, жасылды өмірді суреттейтін болсаң, біріншіден қадірің кетеді. Сөзің шығын болады, өз уақытыңды өзің аласың. Екіншіден көптің бірі боп жарқ етіп жарыққа шығуың қиындай түседі. Сондықтан да осы бастан ойлы, адамға жігер беретін, рухани тәрбиелей алатын тақырыптар таңдауға дағдылан. Жәңгір жазушының не айтып отырған ақыл кеңестерін имамға ұйғандай тыңдап, миының ішіндегі мишық дәптеріне тізбектеп жазып отырғандай болды. Екі жігіт тағы да өз ойларымен өздері арпалысып, қиял кемелерін пойыз доңғалақтарының сатырларына ілестіріп қойып, терезеге ұзақтау телмірді. Жатар алдында бір сұрақ қойсам бола ма? Жәңгір ұйқысы келіп маужыраңқырап отырған жазушыны шымшып жіберіп ұйқысынан ашқандай. Қоя ғой, шамам келсе оған да жауап беріп көрейін. Сіздің мүгедек махаббат романыңыздан кейін басқа шығармаларыңызды таба алмадым. Одан басқа романдар жаздыңыз ба? Әлде шығармашылық тоқырау болды ма? Тоқырау деген сөз Кәріпжанның сәл шамына тисе де, шынайы көңілмен, өзінен өміріне сұрап, білгісі келіп отырған жігіттің бетін қайтарғысы келмей. О не дегенің? Жаздым. Жазғанда да жетер жеріне жеткізіп жаздым. Мүгедек махаббаттан кейін бір талай дүниелер жазылды. Ол роман, Айбергенов атындағы сыйлықты алғасын шабытым еселене түсіп, тың тақырыптар іздей бастадым.
Бірақ айналып келіп ауыл тақырыбын, балалық шақ туралы жазбалар жаза бердім. Бірер жылдан соң ауаным мүлдем басқа жаққа ауып, қылмыстық роман жазуға бекіндім. Содан кейін біреулердің қытығына тиетіндей жазбаларым пайда болды. Несін айтасың? Ағаңның қаламы ешқашан мұқалып, сиясы кеуіп қалмаған. Ара-арасында үзіліс жасағаны болмаса, қалжырап қалған түгім жоқ. Сонда олар қашан жарыққа шығады? Алланың бұйрығы жеткен күні шығар деп отырмын. Кәріпжан шын шаршаңқырады ма, күрсініп барып бетін сипалап, көзілдірігін шешіп есіне бастады. Қашан шығарсам да бір оқырман табылар. Әйтеуір уақыты келгенде жарық көрсе, екі адамды болсын ойландыра алсам. Сол жетіп жатыр. Ал бала, сұрақтарың бітті ме? Жаман ағаң кішкене шаршаңқырады. Ұйықтап демалсақ қайтеді? Қалған әңгіменің барлығын екеуміз асықпай отырып жалғастырсақ қалай қарайсың деп шаршаса да жігіттің көңілін қимай рұқсат сұрады. Түсіндім аға, мен сізбен бірге шәй ішпей отырып, алдымен мектептегі әдебиет үйірмесіндегі оқушылармен кездесуге шақырғым келіп отыр. Қойылмай қалған сұрақтарды солар қойсын. Мен соны қолға алып ұйымдастырайын деді. Жәңгір ағасын өзімсінді ме, әлде мінезіндегі шын еркелігі ме, уызға тоймаған қозыдай бұртиып. Мейлің, түніміз қайырлы болсын. Алматыға барғасын біраз шаруа бар екен ғой ендеше. Оныңа да келістім деп жазушы ағасы қыршымдалған төсектерін реттей бастады. Болар мінген пойыз ертесіне сәскеге жақындай жүйткіп отырып Алматыға жақындады. Орыс апайлар да орнынан қозғалмаған жалбыр шашты жас қыздар ұйқысынан оянып, төсек жақтықтарын жинап түсуге дайындала бастады. Кіреберісте екі жігіт пойыздың түтінмен өз түтіндерін жарыстырып тағы тұр. Не ойлап тұрғандары өздеріне ғана мәлім. Бірақ екеуінде де бір жылы рухани жақындық бөлек, енді кездесеміз бе жоқ па деген қимастық бар. Десе де олардың бір-біріне білдіргісі келмейді. Мінез ұқсастықтары, шығармашылыққа тән ойлау қабілеттерінің сәйкестігі Кәріпжан мен Жәңгірдің көздеріндегі жалт-жұлт еткен жарық сәулелерінен анық байқалар еді. Егер сезгіш адам болса, Жәңгір, мынау менің үйімнің адресі, мынау телефон номерім. Ағаңды іздесең осы жерден табасың. Жақсы жол серік болдың. Өзің сияқты көзі ашық, көкірегі ояу жастарды жақсы көрем. Керек жерінде қолдайым. Алматыға жетіп жұмыстарың ыңғайланған соң хабарласа ғой. Мен барлық уақытта бос болам, деді Кәріпжан ағынан жарылып. Алматыға келді. Екеуі қол алысып, ағалы інілі бауырлардай төс қағыстыра құшақтасып, екеуі де бір-біріне біздің әңгіме біткен жоқ дегендей уақытша ғана қоштасты. Алматыға қоңыр күз келді. Жапырақтар әлде қашан сарғайып, бүкіл тіршілік иелері сары күзде сапырылыса жұмысқа шыққан. Ару қала қыркүйек басталысымен жан-жақтан келген студенттерге толып, біраз базар болып жатыр. Әйткенмен Алматы қанша әдемі болса да, кейде мінезді қыздарға ұқсап долданса, адам деген екі аяқты пендені аямай қысып алатыны жасырын емес. Күзгі жапырақтың өзі көп адамның көңіл күйіне кері әсер етіп, көңілі бостауларды жыламсыратып жіберетіні тағы бар. Бүгін Жәңгір жұмыс басталмай жатып, мұғалімдер арасындағы кекілжіңдерден шаршап, үйге немқұрайлы қайтты. Оған себеп жыл сайынғы мұғалімдер арасында газет-журналға жазылу, пәленше деген әншінің концертіне билеттер алу, түгенше деген партиялық жиындарға оқушылар мен мұғалімдерді қатыстыру сияқты бітпейтін жырлар болатын. Кешкі асты ішіп алып, дәл бүгінгі директор мен мұғалімдер арасындағы дау-жанжал жайлы мұғалім байқұстың тыныс тіршілігін барынша ашып көрсетуді көздеп, шағын болса да әңгіме жазғысы келген. Бірақ шабыт шіркін шашырап, асау аттай бой бермей, бұған ұстатпай отыр. Кенет есіне Кәріпжан ағасы түсті. Сағат тілі 9-дан асып барады. Пойыздан түскелі бері бірер сағат қана. Телефон соғып
қал жағдайын білген. Ол кезде Кәріпжан ағасы ағыс-сығыстау сөйлесіп, Жәңгір де одан кейін жазушы ағасына хабарласпаған. Үлкен кісіні түн ішінде мазалап, оған не деймін? Шабытым шашырап отыр. Келіп шабытымды жинап теріп бересіз бе деп айтам ба? Әлде бір ауыз ақыл кеңесін тыңдап, шабыттанып кетем бе деп, әйтеуір жүрек қалау. Сол кісіге хабарласып көрсеңші дегендей бұйрық беріп тұр. Телефон шыр етті. Кешкі жаңалықтарды бір шолып керуеттің үстінде қисайып бара жатқан Кәріпжан, бұл қайсы түн батқанда деп кіре беріске асықпай жетті. Да, аға, ассалаумалейкум, амансыз ба? Ұйқыдан оятып жібердім бе? Уалейкум салам, бұл кім? Жәңгірмін ғой аға. Ұмытып қалдыңыз ба? Жәңгір біраз уақыт хабарсыз кеткеніне қысылса да Кәріпжанның ренжи қоймайтын, өзінше іштей сезіп тұр. Ау бала, сенсің бе Жәңгіржан? Кәріпжанның даусы жарқын шықты. Өзін құтты бір алыстағы ағайын іздеп салып, әп-сәтте-ақ іздеушің бар дегендей езуіне күлкі үйіріле қалды. Менмін. Амансыз баға. Хабарсыз кеткесін мен ұмытып қалған шығар деп. Жә, қайдағы ұмытқан? Жас болғансың, қыруар жұмыстарың бар. Оның үстіне есілдердің маған ауып тұратындай, мен сенің сүйікті қызың емеспін ғой деп Кәріпжан тамағын қырнай күліп, аздап жөткірінді. Артынан екеуі жазушы ағасының бұлай айтқанына қосыла күлді. Содан соң Жәңгір қапелімде не дерін білмей, аға, кеңесіңіз керек болып тұр деп жұлып алғандай. Мен бере алатын, миым жететін кеңес болса берейін. Аманшылық па інім? Аманшылық. Мектепте газетке жазылу науқаны жүріп жатыр. Тоқетері, Кәріпжан мектептегі жалпы мемлекеттік қызметтегі адамдардың жағдайын, олардың жұмыс жасау тәсілдерінің жай-жапсарын беске білетін. Жәңгірдің сұрайын деп тұрған кеңесінің газет-журналдан маңызды екенін біле қойды. Тоқетері болғанда, сізді ағам деп жасырмай айта берейін. Бүгін мектепте біраз дау-жанжалдар болып, жылда қайталана беретін, өз көзіммен көріп жүрген жайттардың бәрін қағазға түсіріп, мұғалім деген мүсәпір халықтың берекесіз өмірін баяндағым келген. Соны қалай бастасам деп, не деп бастасам деп ми қатып, шабыт келмей, аяқ астынан маған шабыт жіберетіндей сізге хабарласқаным ғой. Ауырып қалған екенсің ғой, Кәріпжанда жас жігіттің ішкі көңіл күйін айттырмай сезгендей. Телефонның сымдарын ұзартып керуетке әкеліп жайғасып алды. Иә, дұрыс айтасыз аға, ауырып қалдым деп күлді Жәңгір де. Жазушының өзін түсіне қойғанына жаны кіріп. Енді менен не көмек керек? Білесіз ғой, шығарманы бастау мен аяқтау қиын. Бір бастап алсам, оталып кеткен пойыздай бұрқыратар едім. Кімнен неден бастарымды білмей дал болам. Кәріпжанда күні бойы Жәңгірдің сұрағын тосып отырғандай іркілген жоқ. Керісінше сөйлесуге қара таппай кімге кеңес берсем болады деген адамша. Інім, өзіңнен баста. Бәрін баяғы бала күнгі мұғалім болсам деген арманыңнан баста. Мұғалім болуыңа не себеп болды? Кім түрткі болды? Мұғалім болғанда не істер едім деп түнімен қиялдаған күндеріңді есіңе түсір. Сен үшін мұғалімнің беделі қандай еді деген сұрақтарға жауап берер. Қазіргі мұғалімнің хал жағдайын суреттеуге көш. Әрі қарай өз-ақ жібі тартылған кестедей сөгіліп кете береді деді. Құланның қасуына мылтықтың басуы дегендей Жәңгірге керегі осындай қолдау сөз болды. Кәріпжанның айтқан дүниелері қуанып, аға, сіз менің ішіме кіріп шыққандай бала күнімді қиялдағаныма дейін біліп тұрғаныңызға таң қалып тұрмын. Мынауыңыз керемет идея болды. Қазір-ақ жазуға отырам. Түн ішінде екі-ақ ауыз сөзбен шабыт шақырып жібердіңіз деп Кәріпжанның мерейін асырып, өзіне деген ағалық ізетіне риза болып қалды. Бастан өткен жағдайлар ғой, оның не білетіні бар. Қиялдай алмайтын адам жазушы бола алмайды. Есіңде болсын. Рахмет аға. Мен бүгін түнімен жазуға отырғым келіп асығып тұрмын. Отырсаң отыр да жаз. Жаза алмай жатсаң өзіңді қинап сорлама. Шығатын дүние осындай шабыт келгенде өз-ақ шыға береді. Сол кезде түртіп алып жалғастыра бересің. Бала, ау аға,
бұрқыратып жазғандарыңды бір көрсетіп аларсың сосын. Мына сөз Жәңгірге тіпті ұнап кетті. Кәріпжан ағасы жазуды жіберетін қателіктерін өзі шимайлай, қайта жазып беретіндей көмпейіп. Міндетті түрде ғой. Сізге барып шай ішуім керек емес пе еді? Сол кезде апарып көрсетсем, бетімді пышақпен тілгенде емес, жон арқамнан сөзбен сипағандай етіп, түзетіп жіберерсіз ғой, я? Жәңгір кәдімгі бірге жүрген адам досына еркелеп, еркінсінгендей, Кәріпжанға алдын ала шарт қоя салды. Қу бала, алдымен шимайларыңды шатпақтап ал, арғы жағын көре жатармын. Жаман ағаңның ашуына тиіп, арқаңнан қамшымен дүре соғылып жүрмесін, байқа. Сөзбен таяқ жеп қалма, деді Кәріпжан, жас жігітті қатар жүрген жолдасындай көріп қалшыңдап. Одан кейін 2 аптадай уақыт өтті. Жәңгір сол түнгі шабытымен біраз жерге дейін барып, әріптестері жайлы жазғандарын өзінше көркемдеп толықтырып қойған. Қарбалас тірлікпен жүріп ағасына хабарласуды тағы ұмытып бастаған. Бір күні кешкілік Кәріпжан ағасы өзі хабарласты. Бала, сен біздің үй жаққа кел. Саған беретін тапсырмалар бар. Сосын өткенде жазып жүргендеріңді көрсетіп алам дегенсің. Қарсы емеспін. Мектептегі ұлы шайқастарда бәсеңдеп мұғалімдер арасындағы пыш-пыш әңгіме де басылған.